Бәріне сәлем, біз бүгін шоколадный боксты жасаудың жолын көрсетеміз. Ол үшін бізге осылай домалақ етіп пенопласт немесе пеноплексті қиып алу керек болады. Одан кейін біз домалақ формада қиылған пенопласт немесе пеноплексті шетіне двухсторонний скотчты жабыстырып шығамыз. Тура осылай. Жабыстырып шыққаннан кейін біз ақырындап барлығын бірден емес, бір шеттен бастап аламыз скотчты. И соған сразу шоколадымызды жабыстырамыз. Барлығы бір деңгейде болу керек. Бір-біріне тығыз орналасу керек. Аралары ашық болмай. Осымен біз барлық шоколадтарды орналастырып шықтық. Шетінен осылай көрінеді. Өте әдемі. Барлығы бір тегіс, және жазулары да бәрі бірдей. Ал енді біз осының ішіне наполнительді толтырамыз. Сізде қандай түсі болса да толтыра беруіңізге болады. Егер шоколадтың түсімен сәйкес келсе, онда тіпті әдемі көрінеді. Наполнительді толтырдық. Енді бұған біз өзіміздегі бар шоколадтарды ішіне саламыз. Альпенгольдті салдық. Милка. Сізде қандай шоколад бар, соның бәрін сала беруіңізге болады. Міне бізде осындай бокс пайда болды. Өте әдемі. Өте әдемі көрінеді. Енді біз бұны сыртын лентамен ораймыз. Бізде қазір қызыл түсті лента. Бұны ақ цветпен ораса да әдемі көрінеді. Шетінен аламыз и ораймыз.
мінекей орадық. Енді өзіңіздің қалауыңызға қарай сыртынан слюдамен орасаңыз да болады, немесе осылай берсеңіз де болады. Слюдамен ораудың екі жолы бар. Бұлай астынан үстіне жинап и лентамен тағы байлап орасаңыз әдемі көрінеді, немесе тек қана үстін ғана слюдамен жауып қойсаңыз болады. Осымен біздің шоколадный боксымыз дайын болды. Мінекей. Өте әдемі, өте күшті сыйлық. Егер сізге ұнаған болса, лайк басыңыз, біздің каналымызға подписаться етіп қойыңыз. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін уведомлениені қосып қойыңыз.